Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Ватталұлының Құран мен сенімді хадистерге негізделген ақыр заман белгілері жайындағы дәрістер топтамасы. Ассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Бүкіл мақтау әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға тән. Алла Тағала басталусыз бар, мәңгі аяқталусыз. Алла Тағала жалғыз, Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Барлық мақтау бір Аллаға тән. Біздерге жан берген, біздерге ислам нығметін берген бүкіл мақтау Алла Тағалаға тән. Және адамзаттың ұлығы болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхиссаламға және оның отбасына, аналарымызға, сахабаларына Алла Тағаланың игілі мен сәлем болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ақырет және қиямет жайлы болады. Бүгінде көптеген ілімсіз бір жалған ақпараттың мәліметіне еріп жатқан адамдар бар қоғамда. Бұл қиямет қайым 2012-де болады екен деген әңгіме болды. Одан кейін 2013-тің аяғында деген сияқты қоғамда алып қашпа әңгімелер болған. Алып қашпа әңгіменің негізі ол ілімсіздікке барып тіреліп отыр. Қазір біз уағызымызда тоқталамыз. Бұл қияметтің болуын Аллахтан басқа ешкім білмейді. Тіпті Аллахтың ең жақын пендесі, пайғамбарлардың сұлтаны болған пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхиссаламға да бұл ашылды. Сондықтан да бұл бір жағынан немқұрайды да қарайтын мәселе емес. Бұл өз алдына жауапты бір мәселе. Себебі қиямет қайым болады деп сеніп қана қою емес, сол қиямет қайымға дайындалу бұл біздің міндетіміз. Өйткені Али радиаллаху анхудан тақуалық не деп сұралған кезде Али радиаллаху анху айтты, Алла о кісіге разы болсын. Тақуалық дегеніміз Аллахтан қорқу деді. Әл-хауфу миналлах деді. Тақуалық дегеніміз әл-амалу бит-танзил деді. Тақуалық дегеніміз ол Құранға амал ету деді. Тақуалық дегеніміз әл-истиғдаду би-яумир рахил деді. Міне қиямет күнге, оның ішінде ақыретке дайындалу деді. Және әл-қанағату бил-қалил, бар нәрсеге қанағат қылу. Азға қанағат қылу деген. Сондықтан да бұл ақырет, оның ішінде қияметке иман келтіріп қана қоя салу емес. Бұл Али радиаллаху анху айтқандай тақуалықтың бір сипаты, яғни ақыретке дайындалу. Яғни сондықтан да бұл алып қашпа әңгімеге ермей, қияметтің болатынына адам сену керек, оны мойындау керек. Бірақ бізден талап қылынған нәрсе сол күнге дайындықпен бару. Ал оның қашан болады екен, қандай болады екен, немен болады екен, қай жерде болады екен, ол бізге қатысты, бізге жүктелмегенде нәрсе. Енді жалпы Алла Тағала адам баласын құлшылық ету үшін жаратты. Әрбір жаратылған нәрсенің өзінің бір мақсаты бар. Күнді алып қарасақ та, айды алып қарасақ та, жер, су, ондағы жануар, құстар, аң болсын, барлығының өзінің бір мақсаты бар. Бұл әлем жоқ еді, бар болды. Бар нәрсе, пайда болған нәрсе, ол аяқталады. Бұған ешкімнің тартысы жоқ. Ал енді Аллахтан басқа нәрсенің барлығын біз әлем дейміз. Әлемнің басталуы бар. Демек, әлем аяқталады. Бұл арадағы мақсат аяқталып қана қоя салу емес, басталған нәрсенің. Әрбір басталған нәрсенің, пайда болған нәрсенің аяқталғанға дейінгі аралықта өзінің мақсат мүддесі бар, қызметі бар. Енді осы жаратылыстың әлемнің ішінде адам баласын Алла ардақтады. Уалақады каррамна бани адам деді. Бұл әлемде адам баласынан ұлық зат жоқ. Адам баласынан құрметті зат жоқ. Өйткені Алла Тағала адам баласын бір мақсатта жаратқан. Алла Тағала ол мақсатты баяндап Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген. Демек, адам баласының мақсаты ол Аллахты тану.
Адам баласы Аллахты таныған кезде барып, оның ғибадаты дұрыс болады. Оның құлшылығы дұрыс болады. Оның өмірі дұрыс болады. Оның бұл өмірден кейінгі айтқалы отырғанымыз ақыреті, қияметі дұрыс болады. Сондықтан да адам баласының мақсаты ол Раббысын тану, Құдайды тану. Адам баласының мақсаты Аллахқа құлшылық ету болғаннан кейін, құлшылық ақыреттің қамы. Бұл дүниеде жасаған әрбір жақсылығымызды, жаман жақсы амалымызды біз ақыретте көреміз. Сондықтан да Алла Тағала бұл дүниені адам баласына ақыреттің қамы, азығын жинайтын қылып қойған бізге белгілі бір уақытта. Және Алла Тағала бұл өмірді сынаққа берген жайлы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Әлләзи халақал маута уәл хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Демек, бұл аяттан айқын көрініп отырған нәрсе, Алла Тағала бізге бұл тіршілікті сынау үшін берді. Кім не істейді? Сондықтан мен аятта айтып жатыр, Алла Тағала өлім мен тіршілікті жаратты. Лияблуакум, сендерді сынау үшін дейді. Айюкум ахсан, қайсыларың жақсы амал етеді екенсіңдер. Алла Тағала адам баласын жаратты өзін тану үшін. Алла Тағала бұл өмірді берді адам баласына белгілі бір уақыт, сол ақырет күніне, сол Алла Тағаланың өзіне ғибадат жасап алу үшін адам баласы. Ал енді бұл өмір бізге бір сынақ үшін берілгендіктен бұл дүниеде уақытша ғанамыз. Бұл дүниеде барлығы уақытша. Біз және оны басында айттық, бар нәрсе, пайда болған нәрсе ол аяқталады. Демек, ол уақытшалық ғана. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Күллі мән алейха фән». Жер бетіндегінің барлығы жойылады, құриды. Еш нәрсе қалмайды. Аспанда, жерде, оның арасында бар нәрсенің ешқайсысы қалмайды. Сондықтан осы қысқа ғана ғұмырды Алла Тағала адам баласына ғибадат етіп қалу үшін, пайдаланып қалу үшін берілген. Сол ақырет қамы үшін. Егер біз мысал келтіретін болсақ, жерге дән саламыз. Және сол дәніміз өсіп өну үшін біз оны күтеміз, оған тыңайтқыш береміз, суғарамыз. Белгілі бір уақытта оның жемісін біз пайдаланамыз. Сондықтан да біз бұл дүниеде бір нәрсе жасап қалуымыз керек, ертең соның жемісін көретіндей. Қазір оны күтуіміз керек. Оны суғаруымыз керек иманның нұрымен, іліммен, Құранмен, хадиспен, хикметпен сол амалды суғаруымыз керек. Ол амал Аллахтың бұйрығы жаңағы дән болса, сол дәнді күту, иман келтіруіміз, тақуалық қылуымыз, ораза, намаз, құлшылықтарды бұның орындауымыз, соны күтуіміз. Ал егер ол суғарылмаса, ол күтілмесе, ол тыңайтылмаса, ақыретте оның пайдасы жоқ. Ол шіріп кетеді, не өспей қалады. Өссе де ол жеміс бермейді. Сондықтан мұсылман адам, иман келтірген адам, Аллахты таныған адам, ол амал ету керек, әрекет қылып қалу керек. Сондықтан Омар радиаллаху анху айтты: бұл үлкен үмметке, мұсылман адамға уран ретінде болу керек. Ертең өлетіндей ғибадат қылыңдар, мәңгі өлмейтіндей қызмет қылыңдар. Мен өмірім қанша қалды екен деп адам ғибадатқа асығу керек. Бір сәт болсын, мен Құдайды зікір қылып қалайын. Мен бір сәт болсын, Құдайға бір ракат намаз оқып қалайын деген адамда әрекет болу керек. Немесе біреуге жақсылық жасап қалайын, біреуге садақа беріп қалайын деген адамда әрекет болу керек. Ал енді мәңгі өлмейтіндей қызмет ету керек деген сөзі, мен қашан өлетінді Алла біледі. Бұл нәрсе отбасы, болмаса қоғам, отан, не болса о болсын, мен қашан өлетінді білмеймін, мен ғибадат қыламын. Бұндай нәрсеге жол бермеген. Ертең өлетіндей ғибадат ет дейді. Адам әрқашан дайын болу керек. Мәңгі өлмейтіндей қызмет ет дейді. Ол сен пайдаланбаса, балаң, отбасың немесе қоғамың, отаның, мұсылмандар пайдаланады. Сондықтан да Омар радиаллаху анхудың кезінде бір сахаба табиғи мешітте отыратын. Әлгі адамды Омар радиаллаху анху әрқашан байқайды. Ғибадатта, зікірде, шүкірде мешітте отыратын. Оны Омар мақтаған жоқ. Қасына келді: сенің ырзық несібен қайдан деді. Адам болғаннан кейін біздің қажетіміз бар. Ішуіміз керек, жеуіміз керек, киінуіміз керек. А бұл қажет қайдан кеп жатыр? Сонда әлгі адам айтады: ей әмирел мүминин, менің ағам қызмет етіп жатыр. Сол маған жәрдем беріп жатыр, мен таңертеңнен кешке дейін ғибадатта отырамын. Сонда не деді Омар радиаллаху анху? Сенің мына таңертеңнен кешке дейін 24 сағат мешітте отырғандығыңнан деді, 5 уақыт намазын, ораза келгенде оразасын ұстап, шамасы келгенде көмектесіп жүрген ана бауырыңның, ағаңның ғибадаты сенен жатыр. Ислам жігерлендіруге,
жұмыс істеуге шақырады. Ислам жалқаулықтан қайтарғанды. Сондықтан бүгінгі таңдағы қоғамымызда болып жатқан нәрсе бұл исламды түсінбеушіліктен болып жатыр. Егер ата-анаға зиян жетіп, қоғамға зиян жетіп жатқан болса, бұл дінді біз дұрыс түсіне алмауымыздан болып отырған нәрсе. Ал енді бұл өмір адам тіршілігінің соңы емес, бұл қате түсінік. Адам дүниеге келді, өлді, бітті деу. Адамның кеудесінен жаны шығуы, оның өмірі бітті, оның ісі бітті деген сөз емес. Бұл дүниеден бақи дүниеге өту деген. Бақи деген бақа арабтың мәңгі деген сөзінен шыққан. Біз сонда адам бұл дүниеден өту, жалған уақытша өмірден мәңгі өмірге аяқ басу деген сөз. Бұл сәт оңай сәт емес. Егер адам ақыл тоқтатып, бұған ой жүгіртетін болса, сен уақытша ғана өмірден мәңгі өмірге өтіп бара жатқан кезеңің. Ал енді бұл дүниедегі уақытша өмірдегі жасаған амалың қандай болса, мәңгі өмірде сені сол нәрсе күтіп тұр. Өмірдің аяқталуы, кеудеден жанның шығуы, адамның өмірі бітті, таусылды деген сөз емес. Сондықтан да ақылдың өзі ақыреттің барын талап етеді. Егер адам ақыл жүгіртсе, ақыл айтады, бұл дүниеден бір дүние болу керек дейді. Сонда бұл ақыреттің болуы заңдылық. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, яғни бұл дүниенің бекер әшейін емес екендігін. Аяқсабыл инсану ай ютрака суда дейді. Адамдар ойлайма дейді, біз оларды бос қоя береміз деп дейді. Аятта айтады, аяқсабыл инсан, адамдар есептелме дейді. Ай ютрака. Осылай дүниеге келді, ойына келгенін істеді, ертең кетіп қала саламыз ба деп ойлайма дейді. Жоқ, әлбетте олай емес. Сондықтан да мұсылман адам, ақылы бар адам, бұған ой жүгірді. Сондықтан ол қиямет болады деп шулап, оны ұрандатудың қажет жоқ. Дайынбыз ба? Дайын емеспіз ба? Біз соған мән беруіміз керек. Бұл пәни, фәна, пәни дүние дейді ғой, өткінші ғана дүние, өтеді, жоғалады. Ал ақырет ол бақи, бақаданша мәңгі, бақи өмір. Әр нәрсенің сұрауы болады. Сондықтан да бұл ақыреттің болуы заңдылық. Алла Тағала бір адамға күш қуат беруі мүмкін, ол адамды сынау үшін. Алла Тағала бір адамға дүние беруі мүмкін, оны сынау үшін. Алла Тағала бір адамды басшы қылуы мүмкін, оны сынау үшін болады. Өйткені бұл дүние сынақ. Алла Тағала бір адамды әлсіз қылады, оны сынау үшін. Алла Тағала бір адамды кедей қылады, оны сынау үшін. Ал бір адамды бағынышты қылады, біреуін бастық қылады, сынау үшін. Егер күшті әлсізге залымдық жеткізіп, дүниеден өтетін болса, бұл күштінің жасаған залымдығы сонымен аяқталды демейді. Бір уақыт болу керек, анау-анадан қақалатын деген ақыл талап етеді осыны. Өйткені Аллах әділетсіз емес, әділетсіздік жасамайды. Сондықтан да біреуге залымдық жеткізіп дүниеден өткен болса, залым көрген, зәбір көрген адам бір уақыт бар анадан кек алатыны. Бұл ақиқат. Ал ол күн сол ақырет. Ол күні әрбір адам істеген нәрсесінен сұрады. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Васатураддуна иля алимил гайби ваш-шахада". Таяуда ғайып пен әшкерені білуші Аллахқа қайтарылсын. Бұл адамның бұл дүниеден Аллахтың құзырына баратындығы ол хақ. Бәріміз қайтамыз. Бұл дүниедегі бар, кәпірі болсын, мұсылманы болсын, басқасы болсын, бұл дүниеден қайтады. Бірақ мақсат қайтам деп қою емес, сол қайтар күнге барар жеріміз не болады деп соған әрекет қылу, соны пікір қылу. Ол қандай нәрсе? Ол жерде не болады? Ол жердегі мауқиф, жағдай қандай болады? Ол үшін адам не істеу керек? Бұны білу керек әрбір адам. Сондықтан бұл өмірден өткен адам ақыреттің есігін. Ақыреттің қадамы. Дүниеге есік ашып кірдің ба? Есік ашып ақыретке кіресің. Оны айналып кете алмайды. Және бұл дүниенің уақытша екендігін Алла Тағала былай баяндайды Құран Кәрімде. Иннама хадихил хаяту дуния матаун. Бұл дүние тіршілік пайдалану ғана, уақытша нәрсе. Пайдаланатын нәрсе ғана. Сен ұйықтайсың, тұрасың, жейсің, ішесің. Ва иннал ахирата хия дарул қарар. Ал ақырет болса, ол мәңгі жасайтын жер, мәңгі тұрақтайтын жер. Сондықтан да ақылы бар адам егер сараптап қараса, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл, жарайды 100 жаса. Осы 100 жыл болмаса 90 жасқа келдің, рақат көріп, мәңгі азап шеккенің жақсы ма? Әлде 40-30 жыл азап көріп, мәңгі рақат шеккенің жақсы ма? Әлбетте ақылы бар, санасында түйсігі бар адам уақытша азап көріп, мәңгі рақат көруді қалайды. Ал егер уақытша рақат көріп, мәңгі азапты қалау, бұл жынды адам. Ақылы бүтін емес адам айтады оны.
Сондықтан бұл дүниеде азғантай ғана қиыншылық көресің, бірақ ана жақта мәңгі өмір тұр. Міне адам осыған есеп беру керек. Әлбетте ақылы бар, түйсігі бар адам азғантай ғана қиындық көріп, мәңгі рақат көруді қалайды. Бұл дүниедегі жасап атқан адамдардың да мақсаты сол. Кішкене қиындық бейнет көрейін, артында бала шағам оның қызығын көреді дейді. Ал қалайша ол ақыретті ойламайды. Бұл дүниеде кішкене бейнет қылайық, иншалла оның жазасын, оның рақатын ақыретте көреміз. Сондықтан Алла тағала айтып отыр: "Иннама хадихил хаяту дуния матах". Бұл бір пайдаланатын ғана нәрсе, уақытша өткінші нәрсе. "Ва иннал ахирата хия дарул қарар". Ол ақырет мәңгі жасайтын. Ақырет бұл қияметтің алғашқы баспалдағы. Бұл иманның бір негізінен болып танылды. Сондықтан Аллаға иман келтіру, періштелерге, пайғамбарға, елшілерге және ақырет күніне иман келтіру. Бұл иманның шарттарының бірі болды. Ал қияметтің алғашқы баспалдағы ол осы ақырет. Адамның кеудеден жаны шығуымен бақилық болуы бұл ақыреттің алғашқы баспалдағы. Сондықтан да әрбір тірі адамның қияметі кеудесінен жан шығуымен басталады. Ал бұны қайтару, бұл күпірлік. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Ума якбур биллахи ва малаикати ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир фақат долла далалан бағида" дейді. Ал кімде-кім Аллахқа, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне қарсы шықса, олар ұзақ адасады дейді. Діннен шығады, кәпір болады деп жатыр. Сондықтан да бұл дүниеде әрбір жаны бар, ақылы бар адам баласы тірі болып бұл дүниеге келген. Ол кеудесінен жан шығуымен ақыреттің алғашқы баспалдағы ақыреттің. Осы қиямет қайым бар екендігіне, оның болатындығына біз иман келтірдік, мұсылмандар. Бұл хақ нәрсе. Яғни әрбір пайда болған нәрсе белгілі бір уақытта жоғалады. Бұған бізден алдыңғы өткен ата бабаларымыз қайда? Бәрі дүниеден озды. Демек дүниеден біз өтеміз, бұл дүниеде төгеді. Міне осы дүниенің аяқталу сәтін қиямет деген. Ал енді осы қияметтің мерзімі қашан? Бұл нәрсені талап ету адамзаттың табиғатында бар нәрсе. Бір нәрсеге қызығу, оның түбіне жету. Бұл қашан, не болады, қалай болады екен деген. Міне осындай себептен адамдар бұл қиямет жайлы сұрай бастады. Ол қашан болады, ол қалай болады, оның қандай белгілері бар. Бұл қияметтің болуы, оған иман келтіру, бұл біздің ислам үмметі, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне ғана қатысты нәрсе емес. Бұл ақырет қияметтің ішінде. Оған иман келтіру иманның негізінен. Ал иман, ол ақида, бүкіл үмметте бір, ол өзгермейді. Сондықтан да бүкіл үмметті бұл қиямет қайымның болатындығын, оның келетіндігін білген. Және сұрақтар қойған оның қашан болады. Сол сияқты пайғамбарымыз да соңғы пайғамбар, пайғамбарымыз келген кезде де пайғамбарымыздан адамда сұрай бастады. Ақыр заман қашан болады? Қиямет қашан болады? Бұл жайында Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: "Ясалунака анис-саға айяна мурсаха". Пайғамбарымызға Алла Тағала айтып жатыр: "Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи салам, олар саған келіп сұрайды" дейді, "қиямет қашан болады? Фима анта мин зикриха". Ал оған түсінік беру, оны айту сенің ісің бе деп жатыр пайғамбарға айтады. Олар сенен келіп ақырет жайлы сұрайды, оның қашан болатындығын дейді. Ал енді оған жауап беру сенің ісің емес деп жатыр Алла Тағала. Фима анта мин зикриха, ол саған жүктелмеген іс дейді. Иля роббика мунтахаха, бұның мағлұматы қашан болатында ол Раббыңа аян сенен дейді. Иннама анта мунзиру ман яхшаха, ал сенің міндетің қорыққандарға ескерту ғана. Аллахты танығандарға ескерту жасауың, қияметтің болатындығын, сол қияметке дайындалу керек екендігін, Аллаға иман келтіруге талап ету ғана, ескерту ғана дейді. Және екінші бір аятта Алла Тағала субханаху ва тағала былай дейді: "Ясалунака анис-саати айяна мурсаха, қул иннама илмуха инда робби". Олар сенен қияметтің қашан болатындығы жайлы сұрайды дейді. Сен айт оларға, оның ілмі Алланың құзырында, оның уақытын Аллах қана біледі дейді. Ал енді мұсылман қоғамына танымал хадисті Омар радиаллаху анхудың риуаятыменен Жәбірил алейхиссаламның пайғамбарымызға келіп: "Е Аллахтың елшісі, ахбирни анис-саға" деген хадисті бәріміз білеміз, ислам жөнінде, иман жөнінде. Осы жерде Жәбірил періште келіп пайғамбарымыздан ахбирни анис-саға дейді. Пайғамбарымыз соңында айтады: "Мәл мас'улу анха би'ағлам минас-сайл". Сонда пайғамбар ол туралы сұраушыдан жақсы білмейді деген.
Пайғамбарымыз айтып отыр, сұрап атқан сен жақсы білесің менен деп атыр Жебірейіл. Сондықтан да бұл хадистен жоғарғы аяттардан біз байқағанымыздай, бұл қиямет қайымның қашан болғанын Аллах қана біледі. Аллахтан басқа ешкім білмейді. Бірақ бұл қияметтің болатындығы ол хақ. Оған ешқандай күмән келтірудің қажеті жоқ. Бұл болатыныз. Бұның Құранда баяндалды, пайғамбарымыз айқындады. Бірақ оның қашан болатындығы жайлы сұралса, оны Аллах қана біледі деп жауап береміз. Ал мұсылман адамның міндеті бұл күнге дайындалу. Және бұл қиямет күннің жақын қалғандығын бір қатар аяттан көруге болады. Бұл алыс емес. Ал енді ол қанша уақыт? Оны Аллах біледі. Ал бірақ бұл қиямет қайымның ақыр заманның болатындығына аз уақыт қалғандығын бір қатар біз аяттардан көруге болады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Иқтарабатис сағату уан шаққал қамар." Қиямет жақындады, ай жарылды деген. Ал бұл айдың жарылғаны Мекке мүшриктерінен пайғамбарымыздан барып пайғамбарлығыңды дәлелде деуі, сол кезде пайғамбарымыз Аллахтың құдіретіменен, мұғжизасыменен айды жарған. Бұл қияметтің жақын қалғандығының бір белгісі айдың жарылуы. Біз алдағы уағызымызда, насихатымызда келеміз. Қияметтің бірінші белгілері, әрі болған белгілерінің бірі пайғамбардың келуі, соңғы пайғамбардың. Соңғы пайғамбардың жіберілуінің өзі ол қияметтің кіші белгілерінің келуінің бірі. Ал шаққал қам айдың жарылуы болса, сол пайғамбарға беріліп отырған мұғжиза. Бұл нәрсенің бәрі болып кеткен. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімнің 2-ші аятында былай деп қуаттайды: "Иқтараба линнаси хисабухум." Адамдардың есеп қылынатын күні жақындады дейді, мезгілі. "Угум фи ғафилати муғридун." Алайда олар қаперсіз бет бұруда дейді. Міне бүгінгі қоғамда болып жатқан нәрсе осы. Біз оның қашан болады деп онымен айналысу емес, сол болатын күнге дайындықпен біз айналысуымыз керек. Сондықтан да көрдіңіз бе, алайда олар қаперсіз бет бұруда дейді Алла Тағала. Иқтараба линнаси, адамдардың есеп қылынатын күні жақындап қалды. Ал олар болса дейді, бет бұрып, ол ертең болады, ар күні болады деп сандалып жүр. Сондықтан ақылы бүтін адам, есі дұрыс адам оның қашан болатынына мән беру. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай деп айтады қияметтің жақындығы жайлы: "Иннахум яраунаһу бағида ва нараху қариба" дейді. Олар оны әлі алыс деп есептейді дейді. Ал біз болсақ оны жақын қалды деп білеміз дейді. Ва нараху, Алла Тағала есептейді оны қияметті қариб деп есептейді. Міне бұл аяттарда Алла Тағала қияметтің жақын қалғандығын білдіреді. Ал ол қанша уақыт? Ол бір Аллаға аян. Қандай уақыт? Оны біз білмейміз. Алла Тағала үшін ол уақыт деген нәрсе жүрмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде қиямет жақындығы жайлы былай деп баяндаған сахабаларға: "Расында сендердің мерзімдерің, яғни сендердің мерзімдерің" деп сахабаларға айтып жатқаны қиямет күннің болатындығы дейді сендерге. "Сендердің алдарыңда өткен үмметтермен салыстырғанда" дейді. Біздің алдымызда өтіп кеткен үмметтер бар ғой. Соларға қарағанда сендердің қияметке жақын қалуларың деген асыр намазынан күн батқанға дейінгі ғана аралықта деген. Асыр намазы мен күн батқанға дейінгі шам намазынан аралықта ғана қалды деген сендер үшін ақыретте қияметтің болуы деген. Басқа үмметке қарағанда деген. Бұдан шығатын қорытынды бұл өте жақын қалғандығын білдіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай дейді: "Мен және қиямет мына екеуі сияқты болып жіберілдік" деген, былай көрсеткен сахабаларға. Менімен қияметтің болуы мына екі саусақтай деген. Енді бұл арада пайғамбарымыз мақсат қылып жатқан нәрсесі мына екі арадағы мына кішкентай ғана бөлік қана қалған. Өте жақындықты білдіреді. Мына саусақ пен мына саусақтың басындағы аралықтай ғана деген қияметтің болуы. Бұдан шығатын қорытынды қиямет қайым ол қашан болады деп далбасалаудың қажеті жоқ. Ол үшін бала ашудың да қажеті жоқ. Көріпкел болудың да қажеті жоқ. Бұл болады. Еш күмәнсіз бұған сенуіміз керек. Ал бірақ бізден талап қылынған нәрсе осы күнге дайындалу. Ал енді осы қияметтің белгілеріне тоқталайық. Қияметтің бірнеше белгілері бар. Оның бірі кіші белгілер дейді, одан кейін үлкен белгілер. Және осы кіші белгілердің ішінде болып кеткені бар, болып жатқаны бар, әлі болатыны бар. Осыларға біз жеке-жеке тоқталамыз. Ғалымдарымыздың бір ауыздан келіскенде қияметтің бірінші белгісі соңғы пайғамбардың жіберілуі.
Яғни пайғамбарың Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жіберілуінің өзі қияметтің бір белгісі екен. Алла тағала Құран-ы Кәрімде Мә кәна Мұхаммедun аба ахадин мин риджаликум. Сендердің араларыңдағы ешбіреуінің әкелерің болмады дейді Мұхаммед. Пайғамбарымыз айтып отыр саллаллаху алейхи вассалам. Уәләкин расулаллахи уа хатаман набиин. Түсіндіңіздер ме? Ол Аллахтың елшісі әрі пайғамбарлардың соңы болды. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан пайғамбар келмейді. Демек бұл ақыреттің бір белгісі. Яғни соңғы пайғамбар. Бұдан кейін пайғамбар келмейді. Яғни дүние түгегенге дейін пайғамбар келмейді. Және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұны жоғарыда айтып кеткен хадисімізбен қуаттап жатыр. Анас ибн Маликтен жеткен хабарда пайғамбарымыз айтты, мен және қиямет мына екеуі сияқты болып жіберілдік деген. Бұндағы мақсаты мына саусақтың басы мен мына саусақтың басының аралығындағыдай кішкентай ғана нәрсе қалды деген. Яғни бұл хадис имам Бухари Муслимде келген. Субханакаллахумма ва бихамдика ва нашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука.